өрісінің тоғы бар өткізгішке әсері жөнінде сөз қозғаймыз. Тәжірибеге сәйкес сыртқы магниттің өрісі тоғы бар өткізгішке белгілі бір күшпен әрекет етеді. Бұл күшті табу үшін сол қол ережесін қолданамыз. Суретке назар аударайық. Сол қол мынау біздің сол қолымыз. N-нан бізде күш сызықтар шығып жатыр. Міне B-мен белгіленген. Мына B-мен күш сызықтар шығып жатыр. S-қа бағытталған. Мұны біздің тоғы бар өткізгіш. Енді осы өткізгіш тоқ деген мына I-ді көріп тұрсыңдар. Тоқ деген мына бағытқа кетіп барады, жоғары қарай. Осы тоқ өткізгіш, тоғы бар өткізгішке әсерін қай бағытқа екен білу үшін сол қол ережесін қолданайық. Ол үшін біз сол қол алақанымызды ашамыз. Мына 4 саусақтың бағыты тоқтың бағытымен болу керек. B-ның бағыты алақанға тура кіру керек. Сосын біздің бас бармағымыздың бағыты сол әсер ететін күштің бағытын көрсетеді. Сонымен 4 саусағымыз біз тоқтың бағыты, B индукция векторы алақанға бағытталған, F күштің бағыты бас бармақтың бағытымен бірдей. Мына жер 90 градус. Осыны сол қол ережесі деп атайды. Электромагниттік индукция. Ағылшын ғалымы Майкл Фарадей мынадай болжам жасайды. Егер электр тоғы магнит өрісін тоғысса, онда магнит өрісі де электр тоғысын тоғысуы мүмкін бе деген. Сөйтіп, 1831 жылы Фарадей тәжірибесі деп аталып кеткен төмендегі суреттегідей тәжірибе жасайды. Бұған гальванометр алады, электр тоғын тіркеу мақсатында жалғағыш сымдар, шарғы деген оралған сым, катушка, және магнит алынады. Бұлар қозғалыссыз тұрса, магнит пен шарғы, онда бізде тоқ тіркелмейді, 0. Егер біз магнитті төмен қарай жылжытсақ, онда тоқ тіркеледі. Стрелка оң бағытқа қозғалды, 5-ті көрсетіп тұр. Екінші суретте, егер біз шарғы магнитті жоғары қозғайтын болсақ, онда бізде стрелка сол жаққа қозғалады, -5-ті көрсетіп тұр. Бұдан магнит пен шарғы өзара салыстырмалы қозғалса, магнит өрісі электр өрісін, яғни электр тоғысын туғызатынын көреміз. Магнитті бір орнына қойып, шарғында біз қозғай аламыз. Жоғары төмен. Ең басты екеуінің біреуі немесе екеу қатарынан қозғалуы керек. Сол кезде ғана бізде магнит өрісі электр тоғын туғызады. Осыны электромагниттік индукция деп атайды. Бұл тәжірибеден төмендегідей қорытындылар шығады. Бірінші, өткізгіш пен магнит салыстырмалы қозғалыс жасағанда ғана өткізгіште электр тоғы пайда болады. Яғни, не магнит қозғалу керек, не шарғы қозғалу керек. Екіншіден, өткізгіш пен магниттің салыстырмалы қозғалыстарында пайда болған тоқтың бағыты алма-кезек өзгеріп отырады. Суретке қарағанда мында +5 көрсетіп тұр, мында -5 көрсетіп тұр. Бағыттар әртүрлі. Үшіншіден, салыстырмалы қозғалыстың жылдамдығына қарай шарғыда пайда болған тоқ күшінің шамасы әртүрлі болады. Яғни жылдамдық көп болса, бізде тоқ күші соншалықты өзгереді. Төртіншіден, индукция тоғы тек магнит өрісінің өзгерісі барысында ғана туындайды. Яғни магнит өрісі өзгеріп тұру керек. Егер ол тұрақты болса, онда электр тоғы пайда болмайды. Бесіншіден, пайда болған тоқтың бағыты да шамасы өзгеріп отырады. Индукциялық тоқ деп магнит пен шарғының өзара салыстырмалы қозғалыс кезінде шарғыда пайда болған электр тоғын атайды. Ал айнымалы тоқ деп бағыты мен шамасы периодты өзгеріп отыратын тоқты айтады. Бұл Фарадейдің ашқан жаңалығынан техника мен технологияда үлкен ықпал жасады. Солардың бірі электр тоғын өндіретін генераторлар. Мына суретте біз генераторлардың түрлерін салдық. Мына генератор бізде, мына генератор. Мұны бізде генератор жұмыс жасау принципі, яғни рама айналады. Мұны бізде магнит берілген. Сонда айналғанда бізде магнит өрісі өзгереді. Магнит өрісі өзгергенде бізде электр тоғы пайда болады. Яғни генераторлардың барлық түрі Фарадей ашқан электромагнит индукция принципіне негізделеді. Генератор деп механикалық энергияны электр энергиясын айналдыратын қондырғыны айтады.